Баршаңызға сәлем, сіздермен Бану. Бүгін мен өзімнің заказға жасап жүрген және үйге жасап жүрген әрдайымда керемет болып шығатын капкейклардың рецептімен бөліспекшімін. Бұл рецептпен жасап көрсеңіз, капкейклар өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Капкейклар жасау үшін осы азық-түліктер қажет: ұн, 2 жұмыртқа, жылы сүт, комната температурасындағы сары май және майда қант, ұнтақталған қант болмаса қопсытқыш, және қалауыңыз бойынша ванилин болмаса ваниль қанты. Жұмыртқа, сүт, май үшеуін тоңазытқыштан үй температурасына алдын ала шығарып қоямыз. Ең алдымен сары майдың үстіне шым-шым тұз салып, және де қант ұнтағын саламыз. Қантпен де алмастырсаңыздар болады, бірақ қантыңыз майда болғаны жақсы болып шығады. Май мен қантты миксермен 4-5 минут әппақ болғанша араластырамыз. Бұл міндетті түрде, бұл жай ғана процесс секілді, бірақ осыған байланысты капкейкларыңыз жақсы шығады. Май мен қанттың үстіне 2 жұмыртқамызды бір-бірлеп салып отырамыз. Біреуін салып 1 минуттай миксерлейміз, және де екіншісін салып онда 1 минут миксерлеп толық біріккенше араластырамыз. Жан-жағындасын барлығын осындай күрекшемен алып аламыз да қайттан миксерлейміз. Ұнымызға қопсытқыш және ванилин болмаса ваниль салып араластырамыз. Енді ортақ массамыздың үстіне ұнның 3-тен 1 бөлігін електен өткізе отыра саламыз. Және сүттің де 3 бөлігін ұннан кейін салып араластырамыз. Осылай 3 рет жасайтын боламыз. Мінеке соңғысын ұнның қалғанын салып жатырмын. Және соңғы сүтті құйдым. Миксермен жақсылап барлығы біркелкі болғанша араластырдым. Капкейкларды пісіру үшін арнайы осындай қағаз ыдыстарға, яғни шеттері қатты ыдыстарға салатын боламыз. Әрқайсысына 58-60 граммнан бірдей қылып салуға тырыстым. Сонда біздің капкейкларымыздың бойлары піскен кезде бірдей болатын болады. Әрине, көзбен өлшеп салсаңыздар да болады. Осы уақытта пешімізді 175 градусқа көтеріп, осы капкейкларымызды 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Пешіміз жоғары төмен режимінде болу керек және конвекциясы болмау керек. 15 штуктай осындай капкейклар шығады. Беті қызарып, іші де жұмсақ болып шыққан капкейкларымыз дайын болды. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, және каналым ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бану. Сау болыңыздар.